Ассаламу алейкум, құрметті достар. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Бұлақты Радник деп танылған ауылдың міне шөбі, ауылдың арасындағы шөбі мынау міне сиыр жайылып жатыр, көріп тұрсаңыздар. Мына жерге жылқы, сиыр, қой барлығы жайылады. Бірақ көріп тұрсаңыздар, әлі шөп сол мақпалдай болып тұр ғой. Тау салмай жатыр. Қысқаша айтқанда тау салмай жатыр. Әне барлығы жайылады. Себебі неге? Себебі жаңбыр. Ақтөбе облысында естіп жатқан шығарсыздар. Жаңбыр деген 2 күннің бірінде жаңбыр болып жатыр. Енді өкінішке орай кейбір қалалық жерлерді су басып жатыр енді. Бір жағынан пайда болса да, бір жағынан зиян болып жатыр енді. Ал ауылдық жерге әсіресе мына мал шаруашылығымен айналысып жатқандарға, мал ұстайтындарға бұл оңынан болып жатыр. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мына сиыр міне тау салмай жатыр. Бұдан да басқа сиырлар өріп жүреді бұл жерде. Сондықтан да биыл шөптің наборы әлде қайда жақсы. Мына көріп тұрсаңыздар, ағаш, мына талдар, ағаштардың барлық жапырақтары жаңбыр болғаннан кейін андай қою түске боялып тұр да, қою түске. Ешқандай шаң жоқ. Енді Аллаға шүкір. Жаңбырдың себебінен, бірінші Алла тағаланың себебінен, екінші осы жаңбырдың себебінен осындай шөп міне. Аяқты алып жүре алмайсыз ғой кәдімгідей шөптің себебінен. Солай мына кеше анам сиыр саумап еді, кеше кешкісін. Қонақтар келгеннен кейін бір қарбалас болып кеткеннен кейін енді сиырлар барлығы аңырап жатыр. Бұзау болсын, барлығы. Ондайға істемеген, әбден үйренбеген, режимі бұзылып жатыр енді. Біздің де режиміміз бұзылып, қонақтардың себебінен сиырлардың да режимі бұзылып жатыр. Ал мына сиыр әлі бұзауламаған сиыр, жақын арада бұзаулайтын сиырдың кескіні елмен бірге кетеді, елмен бірге келеді. Енді бұл енді анамның себебінен, себебі анам үйретіп тастаған бұларды. Жүгірмей қашар кезінен сауып, бұдан бері міне ана қалып қоймайды да өрісте. Өздері келіп, өздері кетеді. Әлі бұзаулаған жоқ. Міне жақын арада бұзаулайтын түрі бар негізі. Қайда тұра қойшы, қарап жіберейік. Ал міне осыған өздеріңіздің нелеріңізді айтып жіберіңіздер. Міне нелеріңізді, ойларыңызды қашан бұзаулайды екен? Бір айдан кейін бұзаулайды шамасы менің ойымша. Шілде айында шамамен. Сіздер қалай ойлайсыздар? Или 15 күннен кейін бұзаулай ма екен? Желін бұлай ісірген желінді. Ондай қатты емес. Жуас сиыр енді. Әбден үйреніп қалған ғой, сауылып содан келіп кетіп жүр сауын сиырлармен бірге. Мына жақта тағы да бұзауламаған сиырлар бар. Мынау да бұзаулаған жоқ міне. Бұл да кештеу. Көріп тұрсаңыздар міне, жерді қараңыздар. Мынау қалған, былтырдан қалған шөп міне кескіні. Мынау қора, бұл да. Мынау енді бұрынғы үй ғой мынау деген. Мынау соны біз алдық мына үйді. Бұл үй болғанда осындай төбесі құлап жатқан үй ғой. Төбесі құлап, башқан түрі деген жаман болып атты. Соны біздер төбесін ашып, жауып, осындай терезелерін салып, оны майлап, енді ақтап қойған жоқпыз. Майлап сөйтіп қойып жат, сөйтіп сақтап қалдық та. Андай бұзып, ауылда көп ондай нелер, бұзылып атқан нәрселер. Біздер қолдан келгенше енді осындай бұзылып атқан нәрселерді сақтап қалып жатырмыз. Қора қылып деген сияқты. Енді бұл да бір жаман нәрсе емес деп ойлаймын. Міне
үстін ашып жауып алдық, топырақ септік, жаңағыдай сазбен майлап сөйтіп тұрамыз. Осылай міне. Мынау негізі бұрынғы үй. Былайша айтқанда біз алмағаннан бұрын бұл азып бара жатты да, төбесі құлап, терезелері сынған, енді қорқынышты жағдайда болып тұр да. Біз алғаннан кейін осындай ретке келтіріп қойдық. Аллаға шүкір. Мынау міне орамы, енді орамы сәл азып тұр. Міне көріп тұрсаңыздар. Әлде де мынаны ақтап сөйтіп қою керек, міндетті түрде. Әлде де жақсырақ қылу керек. Көп бұндай ауылда біздің жаман үйлер құлайын деп тұрғандар көп. Сондықтан да одан құламағаны жақсы деп біздер бір жағынан қора болады, бір жағынан осындай үйлерді, бұрынғы үйлерді, ескі үйлерді мал қора қылып сақтап қалып жатырмыз. Дұрыс түсініңіздер. Солай, құрметті ағайын. Ауылдың әзірге жаңалығы осындай. Мыналар аңырап жатыр, бұзаулар деген. Тазы жоқ. Ең бірінші ұрғашы қаншықты. Қаншық жоғалды осыдан 2 жыл бұрын ба, 1 жыл бұрын. Одан кейін міне еркек арлан жоғалды. Оны бір Алла ғана біледі, екінші мүмкін ұрлаған адам біледі. Егер ұрласа ол да бір өлетіндей тазы емес еді, енді менің ойымша. Сіздер қалай ойлайсыздар? Енді бәрі мүмкін ғой енді. Бірақ та қанша айтқанмен, егер ұрлап жатса, жақсы әдет емес та ит ұрлау да. Ол да бір ұрлықтың айырмасы жоқ ол ұрлықтан. Біреулер айтады екен, ит ұрлауға болады деген сияқты кейбір әңгімелер болады екен. Бірақ та менің өзімнің жеке пікірім олай қате ой деп ойлаймын. Ит ұрлау да ол өздеріне адал қылып алғандарды білмейді екенмін. Егер ұрласа, бірақ әрқашан жақсы ойда боламыз. Ұрламаған шығар деген. Солай. Мына көріп тұрсаңыздар міне. Жер деген міне. Керемет болып тұр, керемет. Тауық қораны да ремонттау керек. Жөндеу жұмыстары міндетті түрде керек болып тұр. Міне көріп тұрсаңыздар. Алдында бір ескерту естіп едім, бір оқырманымыздан ремонттау керек қой, жөндеу керек қой деп. Міндетті түрде осыны ремонттау керек болып тұр, жөндеу жұмыстары керек болып тұр. Солай. Бұл тауықтың пайдасы мол болып тұр. Өте бір жақсы, эконом, жаңағыдай үнем. Сондықтан да тауық асыраған жақсы екен. Мына Гарфилд деген мынау міне көрінбей қалды ма, Гарфилд? Сіздермен бірге тағы да ауыл әлемі арнасы.